Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын қатпарлы етті бәліштер дайындаймыз. Немесе самса минутка деп те атайды. Өйткені өте тез дайындалады. Көп уақытыңызды алмайды. Мінекей осындай әп-әдемі, сүйкімді болып шығады. Қонақ келгенде столға салсаңыз да әдемі көрінеді. Бөлген кезде мінекей қатпарлары бәрі көрініп тұр. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Самсаларымыздың қамырын дайындаймыз. Бізге қажет заттар сары май, айран, тұз, қамыр қопсытқыш, ұн және жұмыртқа қолданамыз. Таза ыдысымызды алып, үстінен ұнымызды саламыз. Үстінен бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Май мен ұнды біріктіре отырып, крошка жасаймыз. Осылай жай-жай қысып отырып крошка жасаймыз. Крошка жасау барысында тұз бен қамыр қопсытқышымызды салып араластырып жібереміз. Мінекей крошкамыз дайын болды. Енді үстінен жұмыртқамызды және айранды құйып қамыр илейміз. Айранымыз салқын күйде болғаны дұрыс, міндетті түрде. Илеу барысында жай-жайдан астынан үстіге қарай жабыстыра отырып илейміз. Қатты қысып илемейміз. Өйткені біздің қамырымыз қатпарлы болып шығуы қажет. Сол себепті осылай жай-жайдан илейтін боламыз. Қамырымды илеп дайындап алдым. Енді тоңазытқышқа қатыруға қойып қоямын. Салмасына қажетті заттар пияз, тартылған ет, асқабақ, тұз, бұрыш. Салмамызды дайындаймыз. Ыдысымызға тартылған етті, туралған пиязды, туралған асқабақты және тұз бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Асқабақтың орнына картошка қолдансаңыздар да болады. Тұз бұрышын салғаннан кейін осылай кішкене су құйып жібердім. Сол кезде араластыруға оңай болады және салмаларыңыз сочный болып шығады. Тоңазытқышқа тұрған қамырымызды алып, осындай таразының көмегімен бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Әрқайсысын 56 граммнан алдым. 10 штук шықты менде. Қамырларымызды жаю ыңғайлы болу үшін осылай дөңгелектеп, домалақтап дайындап аламыз. Енді қамырларымызды жайып, самсамызды түйетін боламыз. Осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. Салмасын саламыз. Салмасын молырақ қылып салыңыздар, сонда томпиып әдемі болып шығады. Міне осылай ішке қарай бүгіп жабыстырамыз қамырды. Және астын қысып жібереміз, ашылып кетпейтіндей. Одан кейін кері төңкеріп қоямыз. Листімізға пергамент төсеп, дайын болған самсаларымызды тізіп шығамыз.
Самсамыздан үстінен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Әдемілік үшін үстінен мак септім. Кунжут сепсеңіздер де болады. Мінекей біздің топ-томпақ минутка самсаларымыз пісіп жатыр. Иісі керемет болып, үйдің ішін алып кетті. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Санаулы минуттарда дайындалып, өте тез желініп кететін дәмді топ-томпақ минутка самсаларымыз дайын болды. Осындай дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.